Нағыз қайда жүр? Қалайсың? Папамның машинасы бұзылып қалған ғой, трактормен келдім. Жүріп кеттік, уже басылып кеткен шығар. Давай қой көтеріп жарысайық. Мен көтер алмайым. 198, 199, 200. Капец, сен күшің көп, массагын. Күшті өтіп жатыр, ауыл партиясы мықты ұйымдастырған. Жылқат концерт баштала, давай! Мә, бүгінгі күн күшті болды, рахмет саған. Жүр онда кет, мен ауылыма барайық. Жоқ, мен ауылға бармайым. Барасың? Мен сені алып қаш кетем. Мә, тәтті бірдеңе жегім кеп тұр. Оны магазинге сатып алсаңшы? Папа шоколад дәмді екен. Папа? Қызым, ұнаса жей ғой, бір қарап қысын алдым. Әй, неге тамақ жемей отсың? Что-то маған атамақ ұнамады, мен бұндай тамақтарды жей алмаймын. Қызым, жейтін не бар? Үйде бір апта бұрынғы манты сұрық өтіп кеткен колбаса, одан кешегі макарон ғана қалды, папа. Жей берем, мен барлығын араластырып маған жасап берші, жей берем. Мә, бүгін что-то басым ауырып тұр. Онда аптекаға барып дәрі алып емделсің. Қызым, не болды? Ауырып қалған жоқсың ба? Мен қазір скорый шақырам. Жоқ, папа керек емес. Просто үйдің іші шаң, ішіменде аллергия. Қызым, мен осындай ауа тазартқыш алдым. Умеко деген аллергиясы барларға, баласы барларға таптырмайтын зат. Осы мен үйдің ауасын тазартып шық, қызым. Вау, рахмет, папа. Қазіргі жігіттер не болып кеткен? Сусуда менің мужской достоинствома тіл тигізіп тұрсың ба? Мен бұндай ауыр сөздерді көтере алмайды екен. Это отношение не для меня. Жылама. Кеттім мен. Сапарбек, мен саған нешеде айттым мусорды шығар деп. Жоқ, барлығын мен істеу керекпін. Үйде бір еш шат бар. Санаторийда жүргенде жүресіңдер. Сөйлей береді, тыңдама. 2026-ның жаңа технологиясы робот келеді. Егер балаңыз үйленбей жүрсе, дәл бүгін тапсырыс беріңіз. Әй бала, срочно робот келінді заказ бер. Дұрыс болды робот келін заказ бергенің. А то сен бұл ғасырда үйленбейсің. Мұнан қалай қосады? 谢谢你，我是你的机器人儿媳妇。 Мынау қытайша сөйлеп тұр ғой. Мына жерде тілді ауыстыруға болады ғой деймін. Сіздің робот келініңіз жұмыс істеуге дайын. Жүр, ауылда жұмыс жетеді, айналайын. Ой, робот келін, ау, жаным ау, рахмет, айналайын. Бүгін что-то басым айналып тұр. Ене, мен сізге толықтай анализ жасадым. Сіздің гемоглобин... Мынау кімнің баласы? Біздің үйге бала болсаш, біздің үйге алып кетейік балаларымды. Сау болыңдар. Что отырдық, ә? Мұратбектің баласы? О, мама, папа, қалайсыздар? Сөйлей алсын ба не? Сендер өздерің айттыңдар ғой, біздің үйге бала бол, алып кетемін деп. Мен келсем, енді мен осы үйдің баласымын. Біз оны прикол ұстап айтқанбыз негізі. Ана договор на усыновление қол қоя салыңдар. Бірақ менің бірнеше шарттарым бар. Ана дәу спальня сендер жатқан. Енді менікі. Мен сол жерде тұрам, күштілеп ремонт жасаңдар ішіне. Одан кейін маған күніне 4 разовый питание керек. Қымбат күштісімен салып беріңдер, ұқтыңдар ма? Сосын маған көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық керек. Өте көп ойыншық алып беріңдер маған. Еще обязательно бал бөбектен алып беріңдер ойыншықты. Мә, ренжімеш, өзім сөйтіп алам, я? Ештеңе етпейді, мырзам. Өзім жинай салам, жай ғана зат қой. Айтпашы, мен зарплатам түсті. Жоқ, отағасы, ақшаны сіз ұстаңыз. Ер адам ұстаған ақшада береке болады дейді ғой. Айтпақшы, бүгін мен достарым компьютерға шақырды. Мен бірақ айттым, бармайын деп, не істеймін деп. Жоқ, барып демалсаңызшы. Онсыз да күнде үйдесіз. Таңнан кешке дейін біз үшін еңбектеніп жүрсіз ғой. Барыңыз. Мен бүгін таңертең тұрсам, үйім өзімен өзі жиналып жатыр екен. Ал киімдер өздері стиралкаға салынып, жуылып жатыр. Тамақ та мен айтпасам да өзі жасалып жатыр екен. Балам болса молодец, өзі киініп жатыр. Ал ыдыс жууға арналған ел дайын, ыдыстарды өзі жуып жатыр. Мама мектепте алтын белгі бітіріп 5 диплом алдым. Бопты. Мама, ояш, бүгін контрстракта бәрін алып тастағансың ғой. Ұлым менің молодец, менің мақтанышым. Мама, неге сіз маған қарағанда ұлыңызды қаттырақ жақсы көресіз? Қайдағын айтпа, екеулеріңді бірдей жақсы көрем. Точно ма? Әй, таңғы 4 болып, тұрсаш болып жұмыс істе.
Ұлым тұра ғой, түскі сағат 1 болды, саған завтрак постель алып келдім. Жалындаш. Ой, бәшәршәт, ұйықтай ғой, жаным, ұйықтай ғой. Әй, не жатыз? Үй деген шашылып жатыр, жина бол тез. Мама, арманда жатыр ғой, әне. Ол сен қыз, бар да оның да комнатасын жина. Бар, кет бар. Мам, не істеп жатсыз? 18-ге толдың, өз күніңді өзің көр. Мам, мен қайда барам? Білмеймін, өзің білесің. Турция. Сен нешінші жылғысың? Мен 2006. 2006? Өй, бәрі нормально, махаббат жаса қарамайды. Жүр кеттік свиданияға. Жүр самокатқа отыр. Негізі менің машинам бар. Машина? Сонымен қайда барамыз? Мен свиданияға баратын күшті жерді білем. Біз қайда келдік? Мә, ана жерде күшті ойындар бар. Давай бірге ойнайық. Ох, ема! Көрдің ба мен қалай істегенімді? Тәте, билесеңізші. Иә. Тәте, не болды, скорый шақырайын ба? Жоқ, бені барғаймыз. О, қатпес кәрекесі бар ғой. Билей берем мен. Давай, төбелесіңіз. Апа, дұрыстап ойнаңыз. Дұрыстап. Сен өз немен айналысасың? Мен тиктокермін ғой, тикток түсірем ғой. Айтпашы, мен тиктокқа түсірші. Мә, бұл жер шынымен де қызық екен. Иә, бұл жер топ-геймер деп айтылады. Қыз жігіт болып свидание ұйымдастыруға, балаңды әкелуге, жалпы жаздағы қыдырғанға ерекше уақыт өткізуге күшті жер ғой. Осындай сары жазу бар аппараттарды ойнасаң, еще бонус түсіп отырады картаңа. Еще ол бонустарды осылай сыйлықтарға айырбастап алсаң болады. Мә, мен кемпірлер скучный деп ойласам, сенімен күшті уақыт өткіздік қой. Менің қызым боласың ба? Не ғой, сен маған тым кішкентай екенсің. Давай осы жерден барлығын қоя салайық, е? Жоқ, сен маған ұнады. Сен менің жүрегім жараланды. Мынау кімнің баласы? Мен сенің мамама айтам. Труба жарылды жан. Қазір жөндей салам мен оны. Может, статейді шақырата аламыз? Зачем? Өзім жөндей салам ғой. Все, дайын. Молодец, жан. Тағы не бар үйде? Бүгін бәрін жөндеп салмасам. Все, люстрларды тауыстырдым. Тағы не бар жөндейтін? Молодец, жан. Телевизорды да орнатып қойдым. Ух ты! Тағы не жұмыс бар? Тағы да шашылып жатыр ма? Тамақты да істемегенсің ба? Мен ерігіп отырмын ба? Бала қарап отырған шығармын. Қойшы, баланы сылтауратпашы, өтініш. Давай онда сен бір күнге декретте отырып көр. Давай, бір күн демалам зато. Қой, мен кеттім, ал сен балаға қарап демал. Бара бер. Осы баламен отқан несі қиын? Жаным. Наконец-то далаға шықтым. Қой, какас барып шопинг жасайын. Балам, жылама. Ертеге қиын. Жарты күн өтіп кеткен ба? Тамақ істеу керек. Өртек бітті ғой. Үйді де жинайын деп айтып қойдым. Танысып қой, бұл менің братишкам. Отыра тұрыңдар, я қас келем. Иә. Қай жылғы боласың? Ей, жүздуха, қай жылғы боласың деймін. Вау, сен сөйлей аласың ба не? Қандығына да сөйлей алам. Менің сестраммен не мақсатта жүріп жүрсің? Көті жаман ойың бар сияқты сенің. Не ғой, сен сөйлей алсаң, сенің сестраңа қандай гүл ұнайды, соны айтшы маған. Сондай құнды ақпараттарды мен саған тегін береді екем, я? Жастар шустрысыңдар есіңдер, а? Мә, кезеңнің атынан. Оның жақсы көретін гүлі пион. Соны сыйласаң болады. Ал ең сүйікті тамағы қандай? Сүйікті тамағы? Есіме түспей тұр, чота. 10 мың бердің ғой мен саған? Мә, алшы, жадны екесің, ал. Оның сүйікті тамағы жас донердің донерлары. Соны смело алып берсең болады. Алдым. Бағасы 1000 теңге тұрады екен ғой, е? Не істеп жатсыңдар? Жас донер? Бұл саған. Мә, мен осыны жақсы көретінді қайдан білдің? Мен сен туралы барлығы білем ғой. Рахмет, жан. Брайшкан күшті әңгімелер айтады екен. Әңгімелер? Құма сол кішкентай ғой? Жай іштек емес. Нешінші жылғысың? 2007 жылғы болам. Қанша? Иә, 2007. Ал өзің қай жылғы боласың? Мен 98. Түк етпейді. Махаббат жаса қарамайды. 2007-лер сендер кеше ғана садикта жүретіндер ғой, қалай өз кеткесіңдер? Ой, қайдағы? Мен даже армияға бар келдім ғой. Міне мен суретім. Сен өзі немен айналысасың? Ой, мен серьезный тірліктермен айналысам. Темкалар, лям туда, лям сюда. Ал өзің немен айналысасың? Мен сол офиста, project менеджер.
не қарап отырсың? Сен айта бер, мен просто ұзақ әңгіме тыңдай алмаймын. Мультфильм қосып қояйыншы. Тоқташы, сен мен үшін тым кішкентай екенсің. Давай осы жерден қоя салайық, иә, мен кеттім. Сен сонда мені тастап кетейін деп тұрсың ба? Сіздер кемпірлер қатыгез болады екенсің. Мен 3 жыл жұмыс істеп ақша жинап сізге жаңа көлік алдым. Бопты. Мама саған сыйлық, сен суретін салдым. Балам, мынау менің өмірімдегі ең керемет сыйлық. WhatsApp статусыма сап қояйын. Әй қыз, не шаң мынау? Мама, Арманның бөлмесіне қарасаңызшы. Ол сен қыз, жина бөлмеңді. Еще Арманның да бөлмесін жинай сал. Аяғын тартшы. Осыны да қосып жинап ал. Мама, жода жаман ауырып тұрмын, температурам еще 40 градус. Төт бит, өлмейсің. Ойбай балам, температура көтеріліп кетті бе? Не болып кетті? Скорый шақыр сен қыз. Мама, қарным ашып тұр. Қарның ашты?